5 жастамын. Шешем қатты ауырды, белгісіз ауру. Бала тапқаннан кейін бір сүлесоқ күйге түсті. Бір күні тіпті жүре алмай қалды. Дәрігерлерден шипа таппаған әкем анамды ауруханадан үйге келді. Дауа болады деген тәуіпті де басқаны да алып келді. Келген тәуіп басын шайқап кері қайтатын. Анамның кеудесіне інімді тосады. Інім құмарлана емшек сүтін жұтып алады. Анам еңсесін тіктеп отырғысы келгенмен дәрмен жоқ, сылқ құлайды. Ызаланып, көз жасына ерік беріп, «Ақтөре-ау, мына балдардан жылы сөзіңді аямассың» дейді көкеме. Қайнысы қосыла кемсең дейді. «Айналайын, келші маңдайынан иіскейін, іні қарындастарыңа қарайлап жүр» дейді. Ағам да жеңеше деп қосыла еңкілдеп жылап алады. Қайынша жерден кемпір шалдың баласы дегенмен өз шешесі өліп қалғанын білетін жаста. Әкем марқұм өте қатты еді. Ішінде не болып жатқан кім білсін, сырт көзге сыр алдырмайтын. «Бүгін қалайсың? Сәл шыда, жазылып кетесің». Бұл шешемнен қал сұраған түрі. Бірақ алыс жақындағы сеп болады деген адамның бәріне жүгіріп жүр. Шешем де әкеме көп шағым жасамайтын. Оған айтқысы келгенін тікелей жеткізбей көкеме айтады. Әкеме естіртіп айтатын. Сондағы тапсыратыны біздің жайымыз ғой. Әбден берекеміз кетті. Бәріміз қосыла жылаймыз. Ойын баласымын ғой. Кейде үйден алысырақ кетіп қалсам, үйге жақындаған сәтте жан-жағыма қарайлап алатынмын. Құлағымды тосам, жұрт жылап жатқан жоқ бекен деген қорқыныш болатын. Бір күні үйдің жанына трактор келіп тоқтады. 70-ші жылдардағы ең мықты көлік. Кабинадан таудай боп нағашы атам түсті. Тракторды айдап келген ұлы, шешемнің інісі еді. Телешкіден нағашы атамның екі кемпірінің төбесі көрінді. Нағашы атам сабыр, өте қатал, тізесі қатты адам еді, жарықтық. Түрі өте сұсты. Жұрт мінезін аңыз қып айтатын. Қолдағы дәулетте адамның айдынын асырып тұрады ғой. Көңілі түспеген адаммен тіл қатысу да қиын болатын. Қоғадай жапырылып, күтіп алып жатқан қалың жұртшылықтың ішінен әжеммен ғана амандасты. Қал-жағдай сұрасқан күйі үйге қарай беттеді. Біз ілесе кірдік. Әжемнің етегіне оралып үйге кіре бергенде байқағаным, пеш түбінде жатқан шешем әкесін көріп, басын көтергісі келіп еді, тіпті оған қараған атамда жоқ. Қызына қайырылмаған күйі төрге озып, малдас құрып отырды. Іле екі кемпір кірді. Шешелерін көргенде анам дауыс салып жылады. Оған екі кемпір, оған біздің әжем қосылып, ағам мен екі апам, қарындасым, бәріміз азан-қазан күйге түстік. «Әй» деген ызғарлы дауыс естілді бір кезде. Атам екен. «Әй, өшір үніңді. Өлетін болсаң, балашағаның мазасын алмай жайыңа өл. Өліп жатқан жалғыз сен емессің» деді. Шешем кенет тоқтай қалды. Екі кемпір де жым болды. Бірте-бірте бәріміз тыныштала бастадық. «Әңгіме бұлай» деді атам. «Шықпаған жаннан үміт бар. Қызымды алып кетемін. Қалін естіп отырмын, өзім емдетемін» деді. «Алла жар болса тұрып кетер. Егер өліп қалып жатса, сүйек сенікі. Келіп алып кетесің» деді. Әкеме шаншыла қарап. Жүрелеп отырған әкем басын изей берді. «Ал, онда жүрейік». «Жүрген несі, қазан асылып жатыр ғой» деді әжем абдырап. «Оған уақыт жоқ құдағай. Ал, қызы телешкеге салыңдар» деді. Телешкінің үстіне сабан төселді. Оның үстіне киіз, сосын қабаттап көрпе жайылды. Сосын барып әкем шешемді көтеріп апарып жайғастырды. Нағашымның бәйбішесі інімді қолына алды. Бесік те қойылды. «Сен қал» деді атам. Шешемнің қасына отыруға ыңғайлана берген әкеме жалт бұрылып. «Балашағыңа ие бол». Кесім сөз, қатал бұйрық. Әкем қипақтап жан-жағына қарады да телешкеден түсіп қалды. Трактор қозғалып кеткенде ғана ес жидық. Мен кенет ұмтыла беріп ем, әжем тас қылып ұстап алды да бауырына басты. «Ал, кеп жыла. Мен ғана емес, бәріміз де егілдік». Нағашымның ауылында бір дәрігер бар екен. Кәдімгі ауылдың қарапайым дәрігері. Өзі атақты шипагердің тұқымы көрінеді.
мұсылмандық емді де қоса жүргізеді. Сабыр аға, қиын жағдай екен. 3 күн егер болмаса Құдайдың ісі, көнесіз депті. 3 күннен кейін шешем сүт сұрап ішіпті. Одан кейін асқа қараған. Әлгі дәрігердің айтуымен атам 2 сиырын сатып Мәскеуден дәрі алдырыпты. 6 айдан соң шешем үйге оралды. Қайран нағашы атам, өлсең жайыңа өл деп ақырған кезде қатты жек көріп кеткен едім. Жердің бетіндегі ең қатыгез адам болып көрінген. Сол кезде батыл әрекетке бармаса шешесіз қалады екенбіз-ау.